Jigitler, жақсы құлақ салғыла. Апам дейді, бұл баштықты, бұл бұйымды қарындашың алып бар бер дейді. Аяққа бұрмаладым, барғым келбейді дейді. Андай-мұндай десем, апамдың жүзіден қапа болғанын, көзінен жаш ағарын айтқанын қылбасам, бұл сөзмен қайтпасын сезіп қалдымдағы. Апамның сөзін екі қыл албасам мақұл дедім. Машинемнің багажына қойып, қарындашымдың үйіні көздей жөнедім. Қарындашымдың үйіні тұрмышқа шыққаннан бері 1-2 жылға жақындап қалды. Артынан бар бір қавар албаппын дейді. Апам бар деді, алпары бар деді. Оша апам шылтау менен көрсін деді. Апамның берген баштығын көтеріп келіп, қарындашым үйіне баратам, машинемде дейді. Апам менің барарымды телефонда айтып қойып тұр дейді. Ағаң саңа баратат дейді. Қарындашым мені келет деп, мен жақсы көрген тату шириндіктер алып қойып тұр. Мен қалағандай чайын қайнатып қойып тұр. Ешіктің қаққылаған звонықты басқанда ұшындай қуанып шығып, аға келдің бі? Асылып чекемнен өпті дейді, қолдарымнан өпті дейді. Мен қарындашымды қарап, қолымдағыны беріп қайтайын десем, үйге көтеріп кіре алмайды дейді. Мажбур аны көтеріп үйге көтеріп бірге кірдім. Білбеймін, жұмыстың көптігінен бі, же чайханада достармен уақыт өткізгеннен бі, қарындашымды ойлап та қойып өпім барбаппын. Бұйымды көтеріп кірген кезде үйдегілерге қиғырып сүйініп атты. Ағам келді, ағам келді. Ағам мені хабар алғаны келді дейді. Мен хабар алған емес, мен апамдың аманатын жеткізгені барғанмын дейді. Уятты білбеген, кейбір сөздің мәнісіне барбаған 7-8 жаштағы қайын сіңдісі, бұл сіздің ағаңыз бі? Сіздің ағаңыз бі? Біз мұны еш көрген жоқпыз ғой. Тойдан бері 2 жыл болды, еш көрген емеспіз. Сізде ұшындай ағаңыз бар бі деділер. Қарындашым маға адвокат болып, кешке іштейді. Кешінде үйді ата-енеме қарайды, мал қарайды, жылқы қарайды, қолы бошы ойды. Байқұш, үйдегі тірекшілік бар ағамдың үстінде деп, маға адвокат болып